2026 жылдың қаңтар айының соңында ақш-тың Абрам Линкольн әуе ұшақтарын тасымалдаушы кемесі Парсы шығанағына жақындады. Кеме ақш пен Иран арасындағы шиеленістің күшеюіне байланысты таяу шығысқа жіберілген болатын. Бүгінгі таңда ақш әскери күштері құрамында бірнеше әуе ұшақтарын тасымалдаушы кеме бар. Олардың барлығы ядролық қозғалтқышпен жүреді. Солардың ішінде Абрам Линкольн және Джеральд Форд атты әуе ұшақтарын тасымалдаушы кемелері де бар. ақш пен Иран арасындағы шиеленісті жағдай шарықтау шыңына жеткенде Абрам Линкольн кемесі Үнді мұхитында жүзіп жүрген еді. Джеральд Форд те дәл осы бағытқа жақындап келеді. Енді осы кемелердің қандай қуаты бар екенін айтып көрейік. Абрам Линкольн әуе ұшақтарын тасымалдаушы немец тобына жататын кеме болып табылады. Ол 1949 жылы жобаланған және 1988 жылы суға түсірілген. Америкалықтар осы типтегі үлкен кемелерден 10 данасын иеленген және олар әр түрлі жылдары пайдалануға берілген. Ол ақш-тың 16-шы президенті Абрам Линкольн құрметіне аталған. Кемені салуға сол уақытта шамамен $4,5 миллиард жұмсалған. Ол ақш әскери флотына 1989 жылы қосылған. Кеменің негізгі қызмет аймағы Тынық мұхиты. Бүгінгі таңда Абрам Линкольн әуе тасымалдаушысына Эмми Бауренс Шмидт командирлік етеді. Ол ақш тарихындағы әуе тасымалдаушы кемеге командирлік жасаған алғашқы әйел болып табылады. Бұл кеменің ұзындығы 302 метр, ені 76,3 метр, ал салмағы 97 мың тонна. Кеме қозғалтқыштарының құрамында атомдық реакторлар және 4 турбина бар. Қозғалтқыштарының жалпы қуаты 260 мың ат күшін құрайды, ал максималды жылдамдығы сағатына 56 километрге жетеді. Экипаж саны 3200 адамды, ал ұшқыштар мен басқа да әскери қызметкерлер саны 2980 адамды құрайды. Авиация тобы 90 ұшақ, тікұшақ және дроннан тұрады. Абрам Линкольн әуе тасымалдаушысы алғашқы 9 кемемен бірге ақш әскери күштеріне қабылданған. Кеме өзінің алғашқы ұзақ сапарын 1991 жылы жүзеге асырады және мамыр айында Тынық мұхитынан Парсы шығанағына жетеді. Сол жылы ақш басшылығымен құралған халықаралық коалиция Иракқа қарсы шөлдегі дауыл әскери операциясында осы Абрам Линкольн кемесін пайдаланған еді. Парсы шығанағында тұрған кезде кеме Филиппиндегі жанартау атқылаған туралы хабар алады. Сол себепті оны Филиппинге, ақш азаматтарын құтқару үшін оңтүстік шығыс Азияға бағыттайды. Сол кезде Абрам Линкольн командалық ететін 22 кеме құрамындағы флот 45 мыңнан астам адамды жанартау әсеріндегі аймақтан Филиппиндегі ақш әскери базасына жеткізеді. Филиппиндегі құтқару операциясынан кейін кеме қайтадан Парсы шығанағына қайтып келеді. Оның бортындағы әскери ұшақтары бұл жерлерде патрульдік қызметін атқарады. 1993 жылы Абрам Линкольн кемесі Сомали жағалауларына бағытталады. Кеме Біріккен ұлттар ұйымы жүргізіп отырған гуманитарлық көмектің жүзеге асырылуына қолдау көрсетеді. Сонымен қатар кеме ұшақтары ақш-тың Могадишо қаласында жүргізілген әскери операция кезінде әуеде патрульдік қызмет атқарады. Сол жылы ақш-та армияға әйелдерді қабылдамау туралы заң жойылады. Сол уақыттан кейін Абрам Линкольн және борттағы ұшақтарды басқаруға әйелдер де қабылданады. Бірақ кейінірек бір қайғылы оқиға орын алады. 1994 жылы әйел ұшқыш басқаратын F-14 әскери ұшағы кеме бортына қонған кезде апатқа ұшырайды. Соның салдарынан ұшқыш қаза табады. Ал құлаған ұшақ кеменің артқы бөлігін аздап зақымдайды. 2012 жылы 11 қыркүйектегі лаңкестік әрекеттерден кейін кеме қайтадан Парсы шығанағына жіберіледі. Сол кезде ақш әскерилері Иракқа шабуылға дайындалып жатқан болатын. 2013 жылы 20 наурызда ақш басшылығымен халықаралық коалиция Иракқа қайта шабуыл жасайды. Соғыстың басталуынан 3 апта өткен соң 9 сәуірде Бағдат жау қолына өтеді. Ирак мемлекет басшысы Саддам Хусейн Бағдаттан белгісіз бағытқа қашып кетіп жасырынады.
Ирак армиясының соңғы бөлімдері Саддам Хусейннің туған қаласы Тикритте жиналып, қарсылық көрсетуді жалғастырады. 5 сәуірде бұл қалада жау қолына өтеді. Сол сәттен кейін Ирак армиясы қарсылық көрсетуді тоқтатады. 2003 жылдың 1 мамырында ақш президенті Джордж Буш халықаралық коалиция күштерінің Иракта жеңіске жеткенін жариялайды. Иракқа қарсы соғыс кезінде Авраам Линкольн кемесінің бортындағы әскери ұшақтар 16 000 рет ұшқан. Кіші Джордж Буш Ирак үстінен жеңіс жариялағаннан кейін кеме ақш-қа қайтып жөндеу жұмыстары басталады. 2014 жылдың 26 желтоқсанында Үнді мұхитының оңтүстік шығыс Азиядағы аймағында күшті жер сілкінісі болады. Салдарынан жоғары толқындар пайда болып, олар Үнді мұхиты жағалауындағы үйлер мен басқа да ғимараттарды бұзады. Сол кезде ақш Авраам Линкольн кемесін ең көп зардап шеккен аудандарға, теңіз жағалауына бағыттайды. Кеме бортындағы ұшақтар мен тікұшақтар гуманитарлық жүк таратуды жүзеге асырады. 2004 жылдан бүгінгі күнге дейін Авраам Линкольн әлем бойынша сапарлап жүр. Сол жылдар ішінде кеме бірнеше әскери операцияларға қатысып, Парсы шығанағына барып қайтып жөндеулерден өткен. 2021 жылдың қаңтар айында Иранда үкіметке қарсы жаппай наразылықтар басталды. Сол аралықта Иран мен ақш арасындағы қарым-қатынастар қайтадан шиеленісті болды. Сол кезде Авраам Линкольн қайтадан Парсы шығанағына жіберілді. Қазіргі таңда кеме 100-ге жуық әскери ұшақпен, тікұшақпен Араб теңізінде тұрақтап тұр. Авраам Линкольн және оның бортындағы ұшақтар мен тікұшақтардың жалпы құны шамамен 12-16 миллиард долларды құрайды. Бұл сома кейбір елдердің жалпы ішкі өнімінен де артық болып есептеледі. Кемеге орнатылған 2 ядролық реактор оны 20-25 жыл бойы жанармайсыз қозғалуына жеткілікті. Авраам Линкольн толық көлемдегі жүзетін қалаға ұқсап көрінеді. Оның бортында 5000 адам тұрақты түрде өмір сүреді. Олар үшін күн сайын 15 000 порция тамақ дайындалады. Кемедегі су тазалау құрылғылары тәулігіне 1000 галлон таза су өндіреді. Кемедегі әрқайсысы салмағы 20 тонна болатын зәкір түрлі түсті бояумен безендірілген. Кейбіреулер оны алтыннан жасалған деп ойлайды, бірақ шын мәнінде олар тек боялған. Авраам Линкольн әлемнің кез келген нүктесінде жүзетін авиабаза болып саналады. 2021 жылы кеме толық модернизациядан өткен, оған 132 миллион доллар жұмсалған. Сонымен қатар кемеде арнайы жабық құпия әскери басқару бөлмелері бар. Олардың орналасуын тек жоғары деңгейдегі офицерлер ғана біледі. Радарлар мыңдаған шақырымды бақылай алады. Кеменің радар жүйелері жүздеген нысанды бір уақытта бақылап, қауіптерді ерте анықтай алады. Ұшақтарды түнде де дәл қондырады. Палубаға қону өте қиын, бірақ арнайы лазерлік және радар жүйелері арқылы ұшақтары түнде немесе дауылда да қона алады. Кеме бірнеше ай бойы портқа кірмей жүзе алады. Азық-түлік пен ресурстар жеткілікті болса, кеме айлар бойы теңізде автономды жұмыс істей алады. Жасырын қорғаныс жүйелері бар. Кемеде қарсы зымырандық және электрондық соғыс жүйелері орнатылған. Олар жау ракеталарын шатастырып жібере алады. Бұл кеме жалғыз жүрмейді. Оны әдетте эсминецтер, крейсерлер немесе суасты қайықтары қорғайды.